Ассаламуалейкум. Қазақ Бұлсың арнасының көрермендері, қалдарыңыз қалай? Мен дәл қазір бір салонда отырмын. Бұл жерде сан алуан орындықтың түрлері бар. Осы орындықтар қалай жасалады? Оны жасау үшін не істеу керек? Әр адамның қолынан келе ме? Ал егер дәл осындай орындықтарды сатумен айналысқыңыз келсе, не істеу керек? Қараңызшы, қандай тамаша, қандай жеңіл орындық. Бұл орындық Қазақстанда, Алматы қаласында жасалып жатыр. Енді қалай жасалатынын өздеріңізге таныстыру үшін осы орындықтар жасалып жатқан өндіріс орнына жол тартпақпын. Кеттік. Ассаламуалейкум. Уалейкум ассалам. Таң қалай? Жақсы, рахмет. Жұмыстар қалай жүріп жатыр? Рахмет, жақсы. Достар, міне Ұланбектің цехына келдік. Бұл жер несімен құнды екендігін айтамыз. Ең бастысы Ұланбектің өзімен танысайық. Жалпы өзім 2012 жылы мектеп бітіріп Алматыға оқуға түскен болатым. Сонда көрдік осы мебельге келіп жасап жатқан ағаларды. Сол қызығушылығым оянып, сол 2012-ден бастап осы мебель саласына келгем. Қазір міне 2022 10 жыл болады. Алла қаласа, осы диванды да жасадық, кровать жасадық. Жалпы этаптардың барлығынан өткен бұл мебель саласында. Өзің жасадың, өзің мастерсің ғой? Өзім мастермін, иә. Енді мына жерде байқап тұрмын да, орындықтардың мысалы үлгілері тұр. Мына жерде қаңқасы тұр аяғынан, иә? Осыдан алайықшы мысалы. Жалпы біздің орындықтардың аяғы қарағаш, береза, бук. Одан кейін мынаны кесіп, біз екі жанына шуруп қатырамыз. Мынаған. Болды, ол солай тас болып қалады. Біздің Артико компаниясынан орындықты алсаңыз, 6 ай гарантия. Қандай жағдай болса да? Қандай жағдай болса да. Жыртылса да, сынса да? Жыртылса енді ол біреу тілмесе специально, болмаса қайшымен кеспесе жыртыла қоймайды. Енді шетінеп кетіп жатқан жағдайда, жалпы өзі біздің матаның 3 түрі бар. Эконом класс, стандарт, VIP деген. Бірақ енді осы уақытқа дейін сетінеп кетпейтін шығар енді ол ақыр жасағаннан кейін. Ғой, Жақсы. Бұл енді орындықтың сапасына байланысты ақпарат беріп отырмыз ғой. Өйткені мына аяқтың мықты болуы ол негізгі мына орындықтың сапасына тікелей әсер етеді. Сондықтан да отырған кезде ең үлкен күш оның материалына немесе арқасына түспейді, осы табанынан түседі ғой. Осы күнге дейінгі орындықтарды қай-қайсысын алып қарасаңыздар, ол екі мынандай не тұрса, соған тек бірақ болтпен қатырылады болды. Қанша қымбат болса да оның технологиясы сондай. Біздің технология мынау, турецкий технология. Өзім Турциядан оқып, көріп келіп, осылай жасап отырмын. Дәл осындай аяқтардың қанша түрі бар? Мына түрі басқаша инек. Мынау енді бізде мынау осы қазіргі неге модель дейміз ғой. Жалпы моделімізге осы сәйкес келгендіктен мынаның цветін өзгертуге болады, любой цветке. Негізі мынау залдарға арналған залға қойылады. Мынау кухня, кафе, ресторан, қонақ үй барлығына пайдаланамыз осылай. Бәрекелді. Ана қымбат ресторандарға барған кезде байқайсыздар ғой, студияларда дәл осындай орындықтар тұрады. Бұның ерекшелігі де бар. Қараңыз. Арт жағы мынандай сармен, мына жерде эко-кожа. Сосын мынандайдың өзі өте үлкен рөл атқарады, оны дизайнерлер жақсы түсінеді. Мына жерге сары қою, күміс қою, алтын қою деген сияқты. Золотистый наконечник дейді. Жалпы сырылмас үшін, қырылмас үшін. Оның өзі бір кәдімгідей әрбір еді ғой. Енді бұл жер бір қапталатын жер ғой дейме, соңғы нүкте осы жерге келіп тоқтайды ма? Осы жерде упаковка жасап, осы жерден бастап мынандай машинаға теліп кететін жер ғой. Бүкіл қалалардың өзін осылай жіберіп отырамыз күнделікті. Мынандай доставка жасайтын 3 машина бар бізде. Мысалы, мынау Астана Жұлдызай деген кісі кетіп бара жатыр екен. Ал мынау Қарағанды дейді. Жалпы бізде 18 қалада өзіміздің фирманың знагымен, артикомен 18 қаласында магазиніміз бар. Соларға біз жеткізіп береміз. Каждый орындықтың арқасында біз Артико деген знагы бар. Артико KZ деген. Соны жабысып жібереміз. Яғни Артико KZ дейтін знагы бар орындықты көрсе, ол сіздің орындығыңыз дегенсіз. Жалпы негізі кафе-ресторандарда көбінесе осы темір аяқпен алады мынандай. Темір аяқты ағаш аяққа ұқсатып болса жасап шығарамыз. Өйткені конусный да мынау. Ал егер мынаны өзің ғана жібере салатын болса, ол өзінен өздігінен әдемі көрінбейді. Мына жіңішкерген сайын жалпы әдемі көрінеді. Бұның барлығы осы жерде жасап шығарамыз. Яғни мен түсінгенім, осы жерде сендер жасап жатқан орындықтардың кез келген деталі өзімізден шығады. Біреуден сатып алмайсыңдар, бәрін өздерің аяққа дейін өздерің жасайсыңдар. Сапасын бәрі жақсы, өзіміз шығарып осы модельді өзіміз жасаймыз. Качествосы өте жоғары. Біріншіден, екіншіден біздің детальдарымыз
жеңіл болады мыналар. Жеңіл болады. Ағаш аяқпен бірдей болады салмағы. Каждый жұмыста өзінің командасы болады ғой. Например, бір адам кеседі, аяқтарын дайындап береді, екіншісі станокқа салады. Мен сборка, мен жинаймын. Тек қана сіз жинайсыз? Мен жинаймын, размерін көремін, размері кет қалмау керек, үлкен болмаса кішкентай болмау керек. Өзім командам балалары кеседі, аяқтарын дайындап береді. Каждый детальдің өзінің градустары бар міне. Каждый градуспен кесіледі, өйткені аяғы бет шалқайып тұру керек. Тік болмау керек та ол. Біріншісі, ең біріншісі, біз біреуін жасап аламыз, бастықтармен ақылдасып, содан кейін болды, осы әдемі деген кезде мен деген осындай форма істедім, қалып. И соған салып, үш самповать ете береміз. Тура сондай бірдей болып шығады бәрі. Барлығы бір стандартта, бір қалыпта шығады. Егер басқа дизайн ойлап тауып атсақ, уже бастықтармен ақылдасып, оған да форма жасап аламыз. Мына екінші қабат өндірістің бұл жерде жаңағы орындықтың сыртында қапталатын материалдары тігіліп, қапталып дайындалады екен. Нұрекең, нұр болсын деген бауырымыз. Енді өзің түсіндірсең, сен не істейсің, не жұмыс атқарылады, қандай процесстер жүреді? Маған осылай дайын каркас келеді, поролондалып. Мен осының жаңағыдай тігіншілердің матасына кеп қаптап, уже құрастыратын жерін құрастырап, уже упаковщиктерге дайындап береді. Сидушкасын спинкасына жабыстырып шуруппен. Бұның ішінде не бар қазір? ХДФ поролон. Екі жағында кәдімгі губка поролон бар, иә? Біреу единичка, екіншісі четверка. Иә. Төрттік. Төрттік поролон. Бұны тартып бекітесің, иә? Иә. Қанша уақыт болды дәл осы жұмыспен айналысып жатқаны? 7 жыл. 7 жыл болды, болды. Кез келген күрделі түрін жасай бересің бе? Иә. Негізгі жұмысың? Обстрельщик. Атам, мата қаптаймын. Атқышсың ғой? Атқыш, краска, бәрі. Универсал. Иә. Енді мына жерде маталар тартылып жасалып жатыр екен. Барлығы өндіріс болғаннан кейін барлығы осы жерде жігіттер өздері жасайды. Байқап отырсыздар, барлығы 10 жыл, 7 жыл, яғни өз ісінің мамандар деуге болады ғой. Мынау қазір қандай мата мынау? Стандарт. Стандарт, иә? Енді бұл жерде материалдардың әрқайсысы әртүрлі матада жасалады екен. Яғни сіз қайсысын қалайсыз, матаны таңдайсыз, сол бойынша сізге жасап береді. Яғни бұл жердегі орындықтардың сапасының артуы да, қымбаттауы да, бағаның төмендеуі де сіздің таңдаған материалдарыңызға тікелей байланысты. Мысалы, мынау стандартты қарапайым мата. Ал енді мына жақта екінші түрі бар. Бұл мата қандай мата? Бұл велюр. Бұл велюр матасы. Стандарт велюр. Арқасы жасалып болғаннан кейін дәл осылай дайын тұрады. Жаңағыдай темір ножка бар. Темір ножкаға өзі қатады осылай. Мынау жаңа темір аяққа ықшамдалып жасалғаны. Иә, темір аяқ. Ағаш аяққа болса, ағаш аяққа жасалады. Бірден жасалып кетеді. Ағаш аяққа, иә, сразу. Мынау енді транспортировка оңай болады, бір жағы. Упаковкасы да оңай болады. Осылай жасалған надежный кетеді. Басқа қалаларға енді біз основной 18 қаламен жұмыс жасағаннан кейін фуралармен жұмыс жасаймыз ғой. Иә. Фураларға осылай салған ыңғайлы, бағасы да тиімді болады осылай. Олай салсаңыз, мысалы, үстіне 2 орындық саласыз, мынасы үстіне тиеп кете бересіз. Иә. Солай жасағанбыз мына. Енді мына жер тігіншілердің бөлмесі. Бұл жерде жаңағы орындықтардың барлық материалдары тігіліп, дайындалып, қап болып, ары қарай жіберіледі екен. Осы жерде әпкеміз бар. Бұл кісі осы жердегі тігіншілердің барлығын үйретіп жатқан 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Кәдімгі сақа маман ғой. Әке, сіз қанша жылдан бері нақты айналысып жатсыз осы іспен? Осы жылды қосқанда 10 жыл болады. 10 жыл істеп жатқаныма, иә. Бұл жерде сіздер не істейсіздер жалпы? Біз өзіміз, бізге ана жақтан каркасы келеді, поролондалып, дайын келеді. Біз соған лекала жасап, осылай кроин жасап, кесіп, тігіп шығарамыз. Бұны кім пішеді мынаны, дәл осындай? О болса өзім пішкем, қазір қыздарға үйретіп жатырмын, шәкірттерім бар. Сол кісілер кеседі, біз кезек-кезек тігіп отырамыз. Мынау қандай материал мынау? Бұл велютта. Бұл плотный мата, өте тығыз, жұмсақ емес, сапасы жақсы материалдарымыздың. Мына орындықтардың, мына маталарының ертең сетіне, сөгітіліп кетпеуіне сіз кеп бере аласыз ба? Әрине берем.
бұл жерде жаңағы жақсы тігілуіне, тігістің түзу түсуіне және кройдың дұрыс болуына бәріне мен өзім жауап беремін. Кеше келіп бүгін жұмыс істеп жатқан мамандар емес, барлығы дәл осы өзінің саласының нағыз майталман мамандары екендігін жаңағы еш қысылмай, ұялмай айтып отыр, өйткені осының маман ол кісілер. Мынау модельдің өзі бізде арес дейміз. Бұл жалпы кафе ресторандарға арналған. Жеңіл, иә? Иә, жеңіл, ыңғайлы, қол тіреп отырғанға да ыңғайлы. Суретке түсуге вообще қатып кетеді екен ғой мынау. Әдемі ғой. Бұл каретный стяжка дейтін ан. Жалпы өзіміз қолдан қанша уақытымызды беріп жұмыс жасаймыз осыған. Бағасы басқаларына қарағанда бағалы бұл. Бағалы бола ма? Бағалы. Мына дизайнына байланысты. Жалпы дизайн өзім жасап шығарғам. Бұл дизайндар өздеріңдікі, басқалардікіне ұқсамайды ма? Жоқ, басқасына ұқсамайды, өзімнің дизайным. Бір қараған кезде бізге ұқсайтын сияқты, бірақ өзінің элементтері бар. Енді көп бізден көріп көшіріп жатқан адамдар көп енді. Иә. Копировать етіп жатыр. Негізгі дүкен осы жерде. Негізгі өзіміздің дүкен осы жерде. Тағы бір ескеретін жағдай, бұл магазинді басқа жігіт жүргізіп жатыр, иә? Иә, жалпы осы магазин өзім ашқам, осы магазин тұрсын деп менен шыққан өнімдер. Сонымен дистрибьюторлықты ұйымдастырған уақытта маған Алматының жігіттері келіп, осы магазинді бізге беріңіз, біз жүргізейік деп менің дистрибьюторлығымды алған болатын. Қазір бұл жерде дилерлер жүргізеді. Біз основной уақытымыз производствода өтеді. Мен қалтамда қаражат бар. Олеке, орындықтарыңызды сатайық десем. Жалпы бізде сөйтіп сол процеспен көп магазин ашылды ғой бізде. Жалпы біздің дистрибьюторлығымыз болу үшін, официально біздің алып сатар адамымыз болу үшін 5 миллион теңгесі болу керек. Оның 1 миллион теңгесіне товар алады. 4 миллион теңгесіне товар алады. 1 миллион теңгесі біздің дилерлікті алған үшін. Оның ішіне 12 комплекті стол стулья, мынандай логотип, каталог, жалпы барлығы кіреді. Осы магазинде не тұр? Жалпы сол магазиндерге барады. Бәрекелді. 5 миллион теңгеңіз болса, қалтаңызда ертең дәл осындай орындық сататын кәсіпкер болып шығуға мүмкіндік бар екен, иә? Достар, мына тақтада тұрған, қарайтын болсаңыздар, бүгінгі келіп түскен тапсырыстар, сауда қалай жүреді, қалай жарнамаланады, соның барлығын қазір менің қасымда ел болсын деген бауырым тұр. Осы орындықтарды Алматы жұртына сатып жатқан осы жігіт, иә? Қалай бастадыңдар бұл кәсіпті, содан бастайық бірінші. Жалпы бұл негізі бұл бизнеске, біздің идея алғашқы бұл бизнеске қадам. Бізде Турцияда жүрдім мен жазда, досым екеуміз, Ернұр бірінші рекламаны көріп қалды. Сөйтіп келдік біз Қазақстанға осыны жасайтын болдық деп ше. Бірінші негізі Турцияға бизнес іздеу мақсатымен барған болатынбыз. Тағы екеуміз мектепте жақсы араласқан досымыз Ғалымжан деген жігіт бар, ол да өзі бизнесмен. Соған айтқан едік, ол өзі айтты, мен сендерге спонсор болайын. Там осы бизнес бастап кетіңдер, там бірге жұмыс жасайық деді. Сөйтіп осы жаққа келіп, жаңа документтер, жұмыс қалай жасалу керек, орындықтардың бағасы қандай болады, қалай сатылады, процесс қалай жүреді, соның бәрін сөйлесті, сонымен сөйлескеннен көңілге бізге ойымыздағыдай болып шықты, тура рекламадағыдай. Содан кейін біз жаңағы досымыздан жаңағы сумманы алдық, франшизаны сатып алып, негізі сентябрь айынан бастадық. Сентябрь айында. 21 осы 21-ші жылы. Иә, 21-ші жылы, иә. Сентябрь, қыркүйек айында. И ол кезде міне бірінші басында опыт жоқ, басында көбінесе нелер главный продажа болса деген ой болды бізде. Көбінесе төмен түсіріп, қатты баған жерге ұрып, сатсақ болды деген ой болды. Өйткені кішкене қорқыныш болды клиенттен ше ол кезде. Бастапқы кезде болады ондай нәрсе. Бір 3 аптадай сондай нәрсе болды, бірақ болады ғой қателіктер болады, жаңа Инстаграммен қалай жұмыс жасау керек, жаңа келген клиенттерді қалай обрабатывать ету керек, қалай сату керек деген сияқты. Сондай нәрселерді опыт жинауға өтті да уақытымыз. Ал уже ноябрьден бастап уже конкретно заказ көп сатылып жатыр. Уже айына минимум әр ай сайын қазір мен өзім сенімді айта аламын, 150 орындықтан ары қарай сатамыз көп. Яғни қалтаңызда 5 миллион теңге болса, дәл осы компанияға дистрибьютор болуға мүмкіндік бар. Бар, иә. Мына жерде негізі соңғы 10 күнде жасалған заказдар. Уже бүгін ертең қалған заказдар бітеді, Құдай қаласа соларды дасап жасаймыз. Мен енді қарап отырмын, мынау сол тапсырыстағы сомалар ғой деймін. Иә, тапсырыстың сомалар. Мынау 1 миллион теңге шамасында тапсырыс берді. Бұл да орындық бар. Бұл да орындық, иә, барлығы орындық. Негізі бір айда 2 миллионнан көп шығарамыз, негізі. 2 миллион төңірегінде. Енді болмай қалған. Таза табыс. Бізде пландар бар,
әлі. Примерно біз қалай жұмыс жасау керек екенін түсіндік енді. Енді сол жұмыс жасау арқылы қалай кеңею керек екенін ойланып жатырмық та. Біз енді алда бір 4 айға примерно план қойып отырмық. 4 айда мынанша адам алсақ, жұмыстың көлемін кеңейтетін болсақ, мынанша көлемде кеңейтетін болсақ, бізде мынанша табыс болады деген сияқты. Ол кезде одан жақсы болады, Құдай қаласа. Иә. Қадірменді достар, қазақ жұрты, біз барынша түсіндіруге тырысып жатырмыз ғой, өйткені сіздер де бір пайдалы ақпарат алсын, бір сапалы орындықта отырсын, және осы ел болсын сияқты бауырларымызды қолдасын деген ниет қана. Бізде басқа бөтен ой жоқ. Яғни Артико дейтін дәл осындай логотиптегі орындықтарды көріп қалған жағдайда сіз білсеңіз болады, ол бізде өндірілді және сапасы өте жоғары, 6 айға дейін гарантиясы бар. Егер дәл осындай сапалы түрлі орындықтарды өз көзіммен көремін, отырып көремін, ұстап көремін дейтін болсаңыз, Алматы қаласындағы Адем 1 сауда орталығының 3-ші қабатына көтерілетін болсаңыз, дәл осы міне магазинді табасыз. Артико фурнитура. Осы жерге келіп барлығын көре аласыз. Одан бөлек кез келген республиканың қалаларында 18 жерде, яғни 18 қалада дәл осындай орындықтарды таба аласыз. Дәл осы атаумен. Сондықтан да бұл орындық Қазақстанның кез келген өңірінен табылады. Тапсырыс беруге және дәл осы кәсіпті өзіңіздің бизнесіңізге айналдыруға мүмкіндігіңіз бар. Бұл қазақ білсін, аман болыңыздар.